Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте дәмді цитрусовый шай дайындағым келіп тұр. Ол үшін бізге кез келген цитрустың түрлері болады, яғни лайм таңдадым, мандарин, апельсин, лимон, содан кейін нават бар, содан кейін тесттің мынандай лайм дәмімен және грейпфрут дәмімен шайды таңдадым. Егер түсі жеткіліксіз болып жатса, мынандай тағы да кез келген қара шайды қосамыз. Сонымен қатар бізде мята бар, олай болса біз шайымызды дайындауға кеттік. Шайды қайнатып қойдым, уже бастаймыз. Қабығының қышқыл дәмі сынып кетпес үшін қабығын аршып салғанымыз дұрыс. Кішілеу нават саламын, қатты тәтті болып кетпес үшін. Мен бірден осылай упаковкасын алып тастаймын, кеткасын алып тастаймын. Біздің ыстық қайнап тұрған кипятогымызды енді осы шайнегіміздің ішіне ақырындап құямыз. Бисмилля. Жақсылап араластырып, түсі шыққанша күтеміз. Уже иісі прям мұрынды жарады. Мінекей біздің шайымыз дайын болды. Енді кесемізге құйып, өте дәмді шай, астарыңыз дәмді болсын. Мынандай шаймен өте дәмді десерт жеу керек, сол себептен брауни жасап қойдым. Бұл браунидің рецептісі біздің BP Cakes YouTube каналымызда толығымен берілген. Астарыңыз дәмді болсын.